Сәлеметсіздер құрметті әріптестер. Сабақта пайдалануға болатын осындай кері байланысты қалай жасауға болады. Мысалға мынандай алма ағашын жасаған болатынмын. Ол үшін чат GPT-ге кіреміз. Мына жақта мен запрос тастаған болатын. Маған оқушыларға арналған интерактив сабақ бойынша кері байланыс жасап бер деп. Яғни алманың түстеріне байланысты оқушы түсіндім, түсінбедім дегенді көруге болады. Мына жақта код тапсырмасы бар. Бізде код жасап берді. Міне бірден арасында 1 минутта бізде кері байланыс дайын болды. Бұны әсіресе сабақтың соңында пайдаланған өте ыңғайлы кері байланыс ретінде. Мысалға жасыл алманы басса бәрін толық түсіндім. Қызыл алманы басса мұнда кішкене түсінбеушілік бар деген секілді. Сары алманы бассам сұрақтарым бар деген сияқты. Қанша оқушы баса тақтаға шығып, сонша алмалар тақтада шығып тұрады. Тақтаны тазарту батырмасын бассаңыз қайта бастауға болады. Мына жақта әрине бұл HTML кодты көшіріп алуға болады. Одан соң таныстарыңызға жіберсеңіз болады, немесе басқа браузерден ашуыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Осындайда пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.